Алдамшы сағым. Көпшілік кісілер өздерін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы ахуалдарда және басқа кісілерде емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате мәмілелерінде. Мұндай кісілер көбінесе қашан менде бәлендей нәрселер болады, мен сонда ғана бақытты боламын дейді. Олар қазір өзінде жоқ болып жетпей жатқан нәрсесі, мысалы машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ даңқ болғанда бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер суы жоқ шөлде жүріп, алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға бара жатқан жолаушы сияқты. Ол бара береді. Ал енді сағым болса алыстай береді. Ақыры оған жете алмай қаны кеуіп өлімге душар болады. Бұндай кісілер пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге жетісімен онда басқа қалау, басқа мақсат пайда болады да, ол сол мақсатына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірдің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай кісілер ешқашан өздеріндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселер туралы ойланады. Олар Алла берген нәрселерді бағалап, оларға қуанғанды білмейді. Данышпан кісі, алдын көре білген адам ешқашан мен анау не мынау нәрсем болғанда, не түгенде, не мұндай оқиға болып өткенде ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да, мынау да бар деп айтады. Ол шынымен де бақытты. Егер Алла оған тағы онда жоқ, бірақ ие болуын қалап жүрген нәрсесін беріп қойса, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл жасамайды. Ол жаратқанға берген нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жана жақсылықтарды тарту етеді және оған тағы үлкен нәрселерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемеңгер кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте, менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамаған мыңдаған кісілер бар. Асықпа. Жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды. Ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз бүгін болады. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені ойлаймыз. Біз асығыстық жасап, болатын, бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Бізді келешекте бір нәрселер күтіп тұрады деп ойлап, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында да ол келешектегі нәрсе болады және біз ертең не бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді бұлай ойлау, күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл болып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз жана қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмайтын нәрседен қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла былай деп айтады: шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Бақара сүресі 268 аят. Яғни ол біздің жан дүниемізге ойша мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан және оған мойынсынудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа бәле кесапаттармен қорқытады. Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде қылған: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ибрахим сүресі 7 аят. Демек, бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық сұрап және біздің дұғаларымыз жауапсыз қалмайды деп үміт артуымыз керек.
біз ақыл есімізді әрқандай ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге және басқаларға бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізге және айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ жақсы болмақ. Біз шынайы, тура және ғажайып, жақсы және нұрлы, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күштерімізді болмаған нәрселерге жұмсап жатырмыз. Мұнайма. Біздің болар болмас нәрселерге мұнаюымыз біздің әл күшімізді алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруімен өзінің өмірін ғана жаман етіп қоймай, өзін қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өз-өзіне тосқауыл болады. Тынышы жоқ кісі оның бар екені шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған жаратқанның әлемдегі көптеген кереметтерін байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы һәм мағыналы нәрселер туралы ой жүгіртулерден қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып, сыйыну сәтінде, ғибадат сәттерінде ойларын жинауға тосқауыл болады. Ал енді ой жүгіртіп, ақыл ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі және иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалу мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап, қайғырған кісі үшін өмірдің қандай маңызы бар? Егер сен болар болмас нәрселер үшін сары уайымға бата беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді деген сөз. Өйткені бұл дүниедегінің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан, әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды. Және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін. Ұнамсыз сөзге мұнайма. Біз көбіне біреудің жамандағанына немесе жай ғана айтқан сынына қапа боламыз. Сары уайымға батамыз. Ол соған татый ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы. Ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оны оған шыдау өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша бізде сондай жақсылықтардың болуының өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастардың жаман сөздері бізге тау тасқа тиген жаңбырдың тамшысындай да әсер етпеуі керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда келмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма. Оған наразы болма да. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек аян сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғанда жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес.
бұл қуанатын нәрсе. Иман өмір өзегі. Ең бақытсыз адамдар, бұлар иман деген ұлы байлықтан құр қалғандар. Алла тағала былай дейді: кімде-кім мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиындыққа толы болады. Әрі қиямет күні оны көр-соқыр етіп тірілтіп, махшарға да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Таха сүресі 124 аят. Аллаға иман ғана адам өмірін шынайы бақытты, жарық және қуанышты ете алады. Имансыз кісілер көбіне тіршілік проблемаларынан және бұл жалған дүниенің таусылмас ауыр қиыншылықтарынан шаршап, өз өмірін қиюмен аяқтайды. Қашан пенде жаратушының жолынан бұрылып кетсе, не басынан ақ бұл жолға түсуден бас тартса, ол өз қалауымен өзін бақытсыздыққа және қараңғылықта тентіреп жүруге душар қылады. Олар әу баста қалай сенбеген болса, бүгінде иман етейік деген ниеттері болмағандықтан, жүректері мен көздерін ақиқатты көрмейтін һәм мүлдем сезбейтін етіп, теріс бағытқа бұрып жібереміз де, азғындап, адасқан күйде мәңгіріп жүре беруіне жол береміз. Әнғаб сүресі 110 аят. Адамзатқа көп ғасырлық әлгі ащы тәжірибесінен кейін бұл дүниені сақтап қалатын жалғыз нәрсе иман екенін түсінетін мезгіл жетті. Өйткені оның жоқтығы адамзаттың бүкіл тарихындағы барлық жамандықтардың себепшісі болған. Атеизм адамзатқа бақыт алып келген жоқ. Бәлкім адамзатқа тура жолды көрсету үшін түсірілген пайғамбарларға иман келтіретін уақыт келген шығар. Бәлкім Алла тағаланың жаратушы, барлық мақұлықтардың иесі және басқарушысы екенін танып, оған мойын сұнып, оған жеткілікті түрде мақтауларды айтуға мезгіл жеткен шығар. Пенденің иманы қаншалықты күшті болса, ол өзі де соншалық күшті және бақытты. Мейлі ер болсын, әйел болсын, кімде-кім мүмін ретінде Алланың разылығына бөлейтін сауапты да игілікті істер атқарса, біз оған міндетті түрде пәк әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ оларды дүниеде істеген ең игі, ең жақсы істерін ескере отырып, сый-сияпатқа бөлейміз. Нахл сүресі 97 аят. Ең жақсы өмір жан дүниенің тыныштығы. Жаратушыға және оның қасиетті хабарына сенген, оны сүйген, оның қаһарынан қорыққан және оның заңдарын сақтап жүрген кісі тыныш, рахат өмір сүреді. Сондай кісіге ғана ішкі үйлесім, гармония дегеннің не екені белгілі болады. Ол барлығы алдын ала жаратушы тарапынан тағдыр болып жазылғанын және болатын нәрсе сөзсіз болатынын біледі. Сондықтан шынайы иман иелеріне еш нәрсе туралы қайғырудың, сары уайымға батудың, еш нәрседен қорқудың керегі жоқ. Өйткені ол жаратушыға иесі, исламға діні, Мұхаммедке Алланың елшісі ретінде разы болады. Барлығы тағдырда жазылған. Алла тағала былай дейді: жер бетінде орын алатын қуаңшылық, зілзала, топан су сынды қандай апат болмасын, яки бастарына келетін ауру сырқау, ашаршылық, жақындарыңнан немесе дүние-мүліктерінен айырылу сынды қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып кітапқа, лаухул мафузға, тағдыр тақтасына жазылып қойылған. Шүбәсіз, бұл Алла үшін оп-оңай. Хадид сүресі 22 аят. Біз Тәураттан кейін Забурде де жер бетіне бір Аллаға иман келтіріп, игі істер істейтін ізгі жандар мұрагер болады. Яғни қиямет қайымнан және қияметтің орнауына себеп болатын құбылыстардан бұрын жер бетіне солар иелік етеді. Сондай-ақ ақиретте жұмақтың жеріне солар мұрагер болады деп жаздық. Әнбия сүресі 105 аят. Алла тағала әрбір нәрсе туралы анық біледі. Ол өткен мезгілдерде болған және келешекте болатын нәрселердің бәрін біледі. Ол бәрін түгелдей және ұсақ түйегіне шейін біледі. Және одан аспанда да, жерде де еш нәрсе жасырын қала алмайды. Жаратқан былай дейді: анығында адам баласын біз жараттық. Міне, сондықтан нәпсісінің
оған үнемі не сыбырлап көкейіне қандай ойлар салатынын жақсы білеміз. Хаф сүресі 16 аят. Алла тағала аспан мен жерді жарататын кезде лаухул мафузда қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазып қойған. Алла жаратқан ең алғашқы нәрсе қалам болды. Оған ол жаз деп бұйырды. Қалам: «Уа жаратқаным, мен нені жазам?» деді ол. «Болатынның бәрін жаз» деді. Сонда қалам қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазды. Барлығы оның билігіне мойын сұнып, оның еркіне бас иеді. Оның қолында билік те, аспан мен жердің кілттері де бар. Дүниедегі нәрселердің бәрі Алланың әмірімен болады. Жақсылықтар да, жамандықтар да, азаптар да, қорқыныштар да, қауіпсіздіктер де, аманшылық та, аурулар да, жалпы барлық үлкен және кішкене нәрселер, маңызды және маңызы жоқтай ұсақ-түйектің бәрі оның әмірінде. Тағдырға сену кісіге сабырлы болуды үйретеді. Ол өмір жолында қиыншылықтарға ұшыраған сәттерде де мұнаймай, сары уайымға салынбай өмір сүреді. Ол өзіне келген нәрсенің бәрі оны айналып өтіп кетпейтінін, ал енді айналып өтіп кеткен нәрсенің бәрі оған келмейтінін біледі. Сондықтан ол тағдырға сенбегендерден бөлектеніп, көңілі тоқ және тыныш өмір сүреді. Тағдырға сенген кісі қайғы келгенде шыдамды және сабырлы болып, жаратқанның сауаптарынан үміт етеді. Осылайша оған қайғы ретінде келген нәрсе жақсылыққа айналады. Алла тағала былай дейді: «Басқа келген әр жамандық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шын көңілден иман етсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа бұрады. Алла барлық нәрсені біледі». Тағабун сүресі 11 аят. Кесел-кесапатқа ұшыраған кісі бұның Алла жазған тағдыры екенін біліп, Алланың жақсылығынан үмітін үзбей, сабырлық танытатын болса, Алла оның жүрегін ақ жолға салып қояды да, өзінің жетекшілігімен, тура бағытымен оның бұл дүниеде жоғалтқан нәрсесінің орнын толтырып береді. Ал енді кейбір кездері жаратушы пендеге жоғалтқан нәрсесін қайтарып береді, не одан да жақсы нәрсені сыйлық етіп береді. Басына келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біздің қолымыздан келетін бір ғана нәрсе жаратқанның тағдырына бас иіп, мойынсыну және көп кісінің айтуы әдетке айналған әттен деген сөзді ауызға алмау керек. Әттен дегеннен еш пайда жоқ. Ешқашан егер мен пәленде қылғанда түгінде болар еді, немесе егерде мен мынаны жасамағанда әлгінде болмас еді дегенде өкініш сөзді айтпа. Бар болғаны Алланың тағдыры. Ол өз қалағанын жасады деп айтсаң дұрыс болады.